Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Біз сіздермен бүгін осындай қайнатылмай дайындалатын, қыста өте дәмді огонек салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар аздап бұрыш және де помидор, одан кейін чеснок қажет болады. Помидорды жақсылап жуып, бөліктерге бөліп, осылай жаңағы ет тартқыштан өткізетін боламыз. Біздің помидордың соңында осындай бөлініп қалған суын бөлек алып қоямыз, оны қоспаймыз. Міне осылай барлығын жақсылап ет тартқыштан өткізіп аламыз. Барлығын ыдысқа салып, үстіне тұз және қант салатын боламыз. Қанша мөлшерде екендігін төменде описанияға қалдыратын боламын. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тұз бен қант әдемі болып, осылай араластырған кезде барлығына жететіндей етіп араласып еруі қажет. Одан кейін осының үстіне уксус құямыз. Одан кейін тағы да жақсылап араластырамыз. Огонегімізді бетін жауып бір түнге қалдыратын боламыз. Мен түннен азанға қалдырдым. Міне енді ертесіне осылай банкаларымды жуып тазалап дайындап алдым. Енді сол тазалап алған банкілерді қызып тұрған духовкада 15-20 минуттай стерилизовать ететін боламыз. Огонегімізді жақсылап тағы да араластырып, дәмін бір көретін боламыз. Егер тұзы аздау болса, аздап тұз қосамыз. Мен дәмін көрдім, тұзы сәл аз болғандықтан мен үстіне аздап қана тұз септім. Содан кейін де тағы да жақсылап араластырып, ыдыстарымызға құя бастаймыз. Бетіне жабатын крышкаларымызды да қайнаған суда жақсылап стерилизовать етіп аламыз. Одан кейін барып, ешқандай уксуссыз осылай жауа берсек болады бетін. Огонектің дәл осы қайнатылмай жасалатын түрі біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Себебі қыстың күндері тамаққа қосып жеген кезде кәдімгі свежий помидордың дәмі секілді өте әдемі бір ерекше дәм береді. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.